Ассаламағалейкум. Бүгін мінекей біз өзіміздің кешкі студиядамыз. 4 шілде 2025 жыл Шымкент қаласындамыз. Мен айтайын дегенім, мына Уақыт ТВ каналының биыл 1 жыл мерейтойына арналған өзімнің құттықтау сөзімді айтайын деп атқан. Өткен жақында ғана бұқаралық ақпарат құралдары күні болған кезде мен сол жерде айтып өткен болатын. Біздің мынау осы бұқаралық ақпарат құралдары болсын, басқа да болсын саладағыда тексеретін бірнеше нелер бар, приложениялар бар. Солардың бренд аналитикс емес, қайсы еді, CGI ма, аналитикс деген бар. Мен қазір аты есімде қала бермейді. Сол арқылы біз тексерткен кезімізде біздің Шымкенттегі бұқаралық ақпарат құралдарының блогерлерді бәрін салыстырып тексергенбіз. Соның ішінде біздің рейтинг бойынша бірінші орында Уақыт ТВ болған. Оны мен кеше жаңа бұқаралық ақпарат күнінде де айттым ол кісілерге. Мен енді біздің өзіміздің жаңа біз қарап отырамыз, өзіміздің конкуренттер қалай жұмыс істеп жатыр, кімде қандай болып жатыр. Ол жерде жаңа қанша просмотр болды, обратная связь қандай болды, реакция қандай болды, комментарий қалай жазды, реальный нені жаңағы көтерген сұрақтар қалай шешіліп жатыр, соның бәрін зерттеген кезде Уақыт ТВ бұл өзінің форматындағы жаңағы новостной событие дейді ғой, жаңалықпен жаңағы оқиға болғандар түсіретін жаңалық бұл ақпарат көздері ретінде, бұқаралық ақпарат құралы ретінде, масс-медиа. Біз бұл тек әлеуметтік желіні тексергенде Уақыт ТВ 71% алған болатын. Сонымен бірінші орында. Енді қараңыздар, екінші орында 32%-пен тағы да бір бұқаралық ақпарат құралы болды. Үшінші орындағы 29 болды. Мен бұл екінші-үшінші орындағылардың және де төмен қарай кете береді. 22-үшінші орын алғандардың соншалықты арасында разрыв бар екеніне мен өзім қайран қалдым. Бізде Уақыт ТВ бұл Шымкенттің қалай айтсам екен, ашылуы болды десем де болады. Ашылған моменттен бастап, өткен жылдан бастап бірден қалай айтсам былай қарқынды кірді. Ақпарат кеңістігіне Шымкент қаласының қарқынды кірді. Бірден жағадан алып тұрып бас салып істеді. Жас командамен аузым ашылып қалды. Ондай қарқынды, ондай инициативаны, ондай креативті мен күтпеген едім. Жыл соңына әрине жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарының ассоциациясын құрамыз деген ой болған. Сол кезде мен ұсынған болатын. Егер болса бұқаралық ақпарат құралдарының Шымкенттегі ассоциациясы құрылып жатса, открытие годаға уақытты қойыңыздар деп. Енді мінекей 1 жыл өтті, кеше ғана жақсы марапаттар берілді. Мен тағы да айтамын, біздің Шымкенттің открытие годасы Уақыт ТВ. Коллективіне, Ардақ ханымға мен дән ризамын. Бұл кісілер бұның алдында бәрі жан-жақта істеп жүрді, бірақ дәл осындай креативті, осындай қарқынды жұмыс істелмеген болатын. Сондықтан қараған кезде, яғни Уақыт ТВ-ның шығармашылық тобына толық еркіндік жетпеген шығар бәлкім. Қазір мына жерде Уақыт ТВ-ның құрылтайшысы Талғат Балтабаев мырзаға айтам, сіз жаңағы өзіңіздің коллективке толық творчестволық еркіндік, яғни шығармашылық еркіндік бергеннен кейін арқасында болып отыр. Яғни сөз бостандығы және шығармашылық бостандығы бар жерде тек қана осындай озық технологиялық, озық мәдениетті, озық креативті продукциялар пайда болатыны ол енді дәлелдеп отыр Шымкентте. Шымкентте Уақыттың рөлі бөлек. Әрине басқа да конкуренттері осыған қарап бірден көтеріле бастады. Әрине басқа да бұқаралық ақпарат құралдары бар, ашылып жатқандар. Білеміз ғой, енді бір кішкене қалада болғаннан кейін бәрібір келеді де бірден ішкі саясатқа келіп маған ақша берді. Яғни ақша үшін ашылып жатқандар бар. Ал Уақыт ТВ өзінің жеке орнымен ашылды. Ол қайыршы құсап ақша сұрап жүрген жоқ, ол қайыршы құсап бірдеңені тіленіп жүрген жоқ. Менің көзқарасым, бәлкім мен білмейтін де шығармын. Уақыт ТВ өз алдына менің көзқарасымды сондай қарқынды жұмыс істеді. Тұрғындардан бірден жадында қалды. Уақыт ТВ-ні қазір бәрі естеді, бәрі көреді, керемет. Кім шын жұмыс істеп, қоғамның санасына, қоғамның ойын өзгертуге, қоғамға ненің керек, ненің керек емес екенін, яғни қоғамды ілестіріп алдынан алып бара алатын бұқаралық ақпарат құралы ретінде бүгінгі күнде Шымкент қаласының лидері Уақыт ТВ. Сіздерге тағы да творчестволық табыс тілеймін.